Арапа күні бұл көне заманнан келе жатқан мұсылман мерекесі. Бұл күн мұсылман күнтізбесінің 12 айының 9 жұлдызына түседі. Яғни Арапа күні Зүл-Хижжа айының 9 жұлдызында Құрбан айттан бір күн бұрын болады. Арапа күні Рамазан айынан кейін 70 күн өткен соң аталып өтеді. Видеоны көрмес бұрын арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Арапа күні не істеу керек? Арапа күні жасалған ізгі амалдардың сауабы мол. Мұхаммед пайғамбар Арапа күнін құрметтеңдер. Өйткені Арапа Алла қадірлі еткен күн деген екен. Арапа күні Алладан жасаған күнә қателіктеріміз үшін көбірек кешірім тілеп, тәубе етіп, дұға қылған дұрыс. Өсек өтірік, ғайбат сөз, харам дүниелерден тыйылған абзал. Бұған қоса мұқтаждарға қол ұшын созып, ауру сырқаудың көңілін сұрап, ағайын туыс, көрші қолаңмен татуласып, өкпе ренішті ұмыту арқылы да мол сауапқа кенелуге болады. Арапа күні ораза ұстау сүннет қасиетті күні орындалатын ең ізгі амал саналады. Хадистерде Арапа күні ораза тұтудың сауабы мол және күнәларымыз кешірілетіні жайлы айтылған. Сол себепті қажылыққа бармаған әрбір мұсылман Арапа күні ораза ұстап, нәпіл намаздар оқып, Алладан дұға тілегені абзал. Пайғамбарымыз Мұхаммед Арапа күні ораза тұтушыға адам пайғамбардан қиямет сырнайы үрленгенге дейін өмір сүрген бүкіл адамдар санының 2 есесіндей сауап жазылады деген. Арафа күні қажылыққа бармаған кісінің ораза ұстап, нәпіл намаздар оқып, Алладан дұға тілеуі сауапты. Өйткені Сахих Муслимде риуаят етілген бір хадисте ардақты пайғамбарымыз Арапа күнгі ораза үшін өткен жылғы және келер жылғы күнәларын кешіруді Алладан үмітпен тілеймін делінген. Сол күні жасалған ізгі амалдардың сауабы бірнеше еселеніп беріледі. Бұл күні қажылық парызын өтеуге барған кісілер түс ауғаннан кейін ертеңгі таң намазына дейінгі аралықта Арафат тауына бір мезет тұрақтайды. Арафат тауының тарихы сонау адам атамен ұштасады. Тыйым салынған жеміске жақындаған үшін Алланың қалауымен адам мен Хауа анамыз жәннаттан шығарылып, дүниеде бір-бірінен алыс жерлерге түсірілген. Сонымен олар бір-бірін аңсауға толы жылдар өткізген. Мұхаммедтің Алла алдындағы құрмет беделінің арқасында кешірілді де, Алла тағала оған Меккеге дейін жол көрсету үшін бір періштені қасына ертіп жібереді. Адамның хазіреті Мұхаммедтің құрметіне кешірім сұрауының берекетімен жиддада өмір сүріп жатқан Хауа анамызда басқа бір періштенің жетегінде адам атаға қарай жол тартты. Ақыры екеуі Арапа күні екінті уақытында Арафат сайында табысты. Жылап қайта истиғфар етті. Пайғамбарымыз Мұхаммед, қажылық дегеніміз Арафат, кімде-кім Арафатқа үлгерсе, қажылыққа үлгерген болады деген. Демек, кімде-кім Арафатта бір сәтте тұрмаса, қажылық ғибадатын орындамаған болып саналады екен. Алла елшісі, Алла тағала құлдарын тозақ отынан азат етуде Арафат күнімен тең келетін күн жоқ. Арафат күні оларға періштелер жақындап, мұсылмандарды көргенін мақтаныш тұтады. Әрі, олардың дұғалары қабыл болуына тілектес болады деген. Арапа күннің артықшылығы жайында хадис шарифтерде былай делінген. Шайтан Арапа күннен басқа күндерде мұншалықты қорланған, жәбірленген, әлсіз, өшпенді күйде көрінбейді. Алла тағала Арапа күнінде құлдарына назар салады. Түйірдей иманы бар болған адамды кешіреді. Арапа күнін құрметтеңдер. Өйткені Арапа Алла тағала қадірлеген күн. Арапа өте құнды күн. Ол күні мейірім есіктері ашылады. 4 түннің күндізі де түні секілді құнды болып келеді. Алла тағала ол күндері дұға еткен адамның тілегін кері қайтармайды, оларды кешіреді, және олар бұл күндерде мол ихсанға қауышады. Бұлар Қадір түні, Арапа түні, Бәрат түні, Жұма түні және күндері. Әнас Арапа күні турасында Арафаттың артықшылығы 10 мың күннің орнына татиды деген екен. Пайғамбарымыз да өзінің асыл сөзінің бірінде осы 10 күнде жасалған игі істен Аллаға сүйкімдірек игі іс жоқ деген. Алланың елшісі былай деген болатын. Бұл күні өзінің қос құлағы, көзі не тілімен де харамға қол салмаған адамның күнә кемшіліктері кешіріледі. Бұл күні пенде Аллаға жалбарынып құлшылықтарды орындау арқылы үлкен сауапқа қалай кенелетін болса, сол сияқты Алланың тыйған нәрселерінен аулақ болып, сол күнге ерекше ден қойып, құрмет білдіруі де Алланың рахымына жетелейтін амал болмақ.